Армысыздар, Қазақстан Ақтау телеарнасының талғамы биік көрермендері. Көрерменнің көз айымына айналған кәдеңізге жараса бағдарламасы жаңа маусымда өздеріңізбен қайта қауышып отыр. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға демекші. Қоғамымыздың қаймағы, ой өрісі өрелі жандар, ұстаздар мерекесі құтты болсын. Қазақ халқының өнері қай кезде де бай болған. Сол өнердің бір саласы тері өңдеу кәсіпшілігі. Яғни біздің бүгінгі тақырыбымыз осы мәселеге келіп тоқталады. Олай болса, студия қонақтарымызбен таныс болайық. Технология, көркем және эстетикалық пәндері әдіскері Қадыржан Мұқырқызы және бармағынан балтамған қол өнер шебері технология пәнінің ұстазы Нұрхат Тұрланұлы. Студиямызға қош келдіңіздер. Саламатсыздар. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Жақсы. Олай болса, әңгімемізді өрбітпес бұрын алдын ала дайындалған сюжетімізге назар аударайық, содан кейін әңгімемізді өрбітетін боламыз. Қасиетті қазақ халқы қол өнерінің тарихы тым тереңде. Ол кең байтақ жерімізді мекендеген ру тайпалардың мәдениетінен арқау алады. Оның ішінде тері өңдеу кәсіпшілігі қол өнердің арасында жетекші орын алған. Қазақ халқы баяғыдан-ақ тері илеуді және оны әртүрлі түске бояуды білген. Теріге батырма салу, өрнек тігу техникаларын меңгерген. Сәндік қолданбалы өнер бұйымдарына ірі мал, жылқының, ірі қараның және түйенің жүні терісі пайдаланылған. Сол ата жолды жалғастырушыларды қазіргі заманда кездестіріп жатамыз. Ата кәсіпті жанына медет қылып, қазақтың қол өнерін дамытуға үлесін қосып жатқандар да жоқ емес. Дегенмен төл тарихымызды дәріптеп, алқалы жұртқа паш етсек, нұр үстіне нұр. Әр қазақтың отбасында қазақы нышандағы оюмен өрнектелген тұрмыстық заттарды пайдаланса, мәдениетіміздің үстем болғаны сол емес пе? Өкінішке орай, атадан балаға мирас болып қалған осы дәстүр кей жерлерде ұмытыла бастаған сияқты. Осындай құндылықтардың болашақта қолданыстан шығып қалмас үшін қандай амал жасауымыз керек? Біз хабарымызды жалғастырамыз. Егерде пайдалы кеңестерге қанық болғыларыңыз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Енді жаңағы айтып өткендей, Қадыржан Мұқырқызы сюжетті айтып өтті. Біздің қол өнеріміз кенжелеп қалмай ма деп. Сіз осы турасында не айтар едіңіз? Біздің бұл бабалардан қалған асыл мұрамыз кенжелеп қалады деп айта алмаймын. Себебі менің қазір қызмет етіп жүрген Маңғыстау облыстық білім беру қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институтында осы технология пәні және көркем эстетикалық пәндер үйірме жетекшілеріне, қосымша білім педагогтарына білім сатысы оқуын ұйымдастырамын. Өзіміздің мына Нұрқатымыз сияқты Нұрлыбек бар, Жанат, Ырыскүл, Бекзат деген шеберлеріміз бар. Соларды жинақтап, лектор қылып, сабақтарымды тиімді өткізуге жоспарлап жүрмін жалпы. Нұрхат, өзіңіз бармағыңыздан балтамған шеберсіз. Ал шеберге ең бастысы мынандай бұйымдар жасау үшін не қажет? Әрине, бұл енді шеберлік жұмыс дейтін, соның ішінде мына тері өңдеу жұмысы өте күрделі жұмыс. Бұған енді бұндай бұйымдарды жасау үшін ізденімпаз болу керек. Бұның ішінде мысалы бәрі кіреді бұл тері илеудің ішіне. Мысалы жаңағы ізденіп, негізі жалпы бұл тері өңдеу жұмысы мына еріншектікті жақтырмайды. Қазір технологияның дамыған заманда химиялық заттармен өңдейді. Мысалы оның қай-қайсысының да сапасы бір болады да, бірақ жолы екі түрлі. Біреумен мысалы қазіргі жолдарымен тез өңделсе, химиялық заттармен тез өңделсе, бұрынғы мысалы әжелеріміз тері өңдеген кезде олар ұзақтау болады уақыты, бірақ бәрінің де сапасы бір. Сондықтан мысалы ол адам ізденімпаз болу керек. Еріншек болмай, мысалы, осының соңына түсіп, істейім деген адам болса, әрине оның қолынан келеді деп ойлаймын. Істейім десе, яғни істейім десе, иә, істейім десе істейді. Мынандай керемет заттарыңызды біздің студиямызға ала келіп, сіз осы мынау теріден жасалған бұйымдарыңыздың жасау технологиясын айтып өтіңізші. Енді мына жерде сіздер көріп отырғандай, қазақтың кәдімгі өзінің қол өнерінен дұрыстап орын алатын бұйым бұл торсық. Бұл мысалы ертеде жаңағы бұл бұйым
бұл ыдыс сынбайтын, алып жүруге ыңғайлы, және де ішіне құйған мысалы жаңа сусындарымыз шұбат, айран дейміз, қымыз дейміз, ол ашылмай өз күйінде ұзақ уақыт сақталуға. Және де бұл енді бұның жасалу технологиясы мынау мысалы қолында отырған бұл жан торсық деп аталады. Бұл ертеде жаңа аталарымыз атпен жүрген кезде енді көшпенді халық болды ғой қазақ халқы. Сол кезде мысалы аттың қапталына қанжығасына байлап жүруге ыңғайлы, және де жаңа айтып өттім сынбайтын, кәдімгі өз несін ұстайтын. Бұл енді кәдімгі теріден жасалған. Теріден жасалғанда ірі қараның терісінен, бұл сиырдың терісінен жасалған торсық. Бұл енді негізі тұздалмаған, тұздалмай өңделген теріден жасалады. Бұл солай қарата жалғасып кете береді. Оның жүнінен арылтамыз, одан кейінгі барып бізбен айналдыра тігіп шығу, сонысын ішіне ыстық құм толтырып, мысалы кәдімгі мына құм толтырып, сонымен мына керіп, жаңа көлемен келтіріп аламыз. Сонан соң оны кеппей тұрып, құба құрғақ кезінде, мына көріп отқандай өздеріңіз мына жерге мысалы қошқар мүйіз ою салынған, бұны өткір емес ағаштан жасалынған, батырма ою жасау үшін арналған ағаштан жасалған пышақпен мысалы ізін салып, ойып алып, ойып батырмалап ойып, оюдың ізін салып, содан кейін кепкеннен кейін сол ою өзінде қалып қояды осының. Соны мысалы өзіңізге ұнаған бояумен, мысалы қара түс бола ма, ол қызыл түс бола ма, және де ол мына торсыққа жағылатын бояу табиғи бояу болу керек. Өсімдіктен алатын мысалы бояуды әртүрлі заттан алып атады. Ол қалай аталады? Мысалы айтыңызшы, ол бояу. Бояу атауы ма? Мысалы ол жаңағы кәдімгі томар бояу дейді. Біздің мына Қаратау жерінде өсетін жапырақ тамырынан алынады. Сонысын мына қарағаштың бояуы, жаңа томар бояудан ол қызыл бояу шығады. Мына жердегі мына торсықтар томар бояумен боялған. Ал мынау алдымда тұрған бұйым бұл қамшы. Бұның да мысалы неше түрлі түрлері болады, әр түрі болады. Мысалы бұзаутыс қамшы деп атамыз, шыпыртқы қамшы дейміз. Сонысын енді жаңа жасалуына қарайда мысалы бұны тобылғымен саптайды, жыңғыл сап қылады. Қазіргі кездерде оны ағаш сап қылып жүр, неше түрін істей береді ғой. Бірақ негізгі өзінің бұйрығы тобылғы сап. Әр шебердің өзінің стилі болады, әр шебердің өзінің орындауы болады. Оның жасалуына байланысты біреулер мысалы оны күміс деп жатады, шырмауық, мына мысалы мынаны қамшының кекілі дейміз. Бұны мысалы біреулер қысқа қылып салады, біреулер ұзын қылып салады деген сияқты әртүрлі болып жасала береді. Мысалы ертеде бұл қамшы дейтін жаңағы жасырын тіл, қазіргіше айтқанда пароль дейді ғой. Соның қызметін атқарған. Мысалы біреулер мысалы бүлдіргісін үзіп беріп жібереді дейді. Ол да бір өзінше бір сөз. Мысалы қамшының пароль ретінде. Мысалы мынау жаңағы қамшының ұшын тарқатып жібереді. Ол ер адам бар үйде әрдайым төрінде қамшы өлтіру керек. Не босағасында, не төрінде деп айтады. Әр қазақ отбасында қамшы болу керек дейді. Қамшы ол тек қару ретінде емес, мысалы ертеде мына түрікте, көне түрікте бақсы дейтін сөз, осы бақсы гамчи деп аталады. Сол мысалы қамшы дейтін сол бақсының жаңағы жымперіні қуу, аластау деген сияқты, малға келген пәле жаланы аластау сол ретінде пайдаланған. Сол енді бұл қамшы дейтін өзі қазақ жаңа айтып өттім ғой, қол өнерінде үлкен орын алатын бұйым. Мына мен қолымдағы қамшы басқаларға қарағанда ерекше екен. Бұл енді ерекше болатын себебі. Ағаштан жасалмаған. Бұл бір аңның тұяғы көрінеді. Бұл еліктің тұяғынан жасалған қамшы. Бұл енді қазақта айтады ғой, сый-кәделік қамшы. Қамшының жаңа дойыр қамшы дейді, ол бақташының қамшысы, шыпыртқы қамшы, ол бәйге атқа арналған. Ал мынау сіздің қолыңыздағы бұл сый-кәделік қамшы. Бұл кәдімгі қамшыдан айырмашылығы несінде? Бұның енді айырмашылығы көп жоқ. Айырмашылығы жаңа әдемі болып тұруында, оның мысалы іліп қоюға, ол енді сәндік. Еліктегі бір қасиет аң ғой. Ол да қасиеттен жақсы ұстасын деген ғой енді. Солай болады. Сүйек сынып кетпейді ма? Жоқ, сынбайды. Оның енді істелуіне, өңделуіне байланысты. Байланысты несі ғой. Жақсы, тамаша екен. Ал енді мынау нелеріңізге қайта келетін болсақ, осы күйге жеткізбес бұрын мынау теріні, қойдың терісін ала салып, оның өз өңдейтін бір үйде өңдейсіз бе? Әлде бұл бір цехта өңделе ма? Қалай жасайсыз бұны? Бұны енді мен қазір үйде өңдеймін.
үйде өңдеймін. Бұрын осы мына Ақтау қаласында тұрдым. Енді ар жағымнан өзі не болғасын, бұл сол үшін де ауылға көшіп кеттім. Ауыл кең, және де ол ізденіп, жаңағы нетуге де жақсы. Бір сол ауылда өзімнің үйімде өңдеймін. Қадыржан апай, осындай бұйымдарды насихаттау барысында қандай іс жоспарлар жасалып жатыр? Қазіргі қызмет етіп жүрген білім арттыру институтында осы жақында ғана айтып отыр едім. Біздің директорымыз Индира Таумышқызына бір ұсыныс тастаған. Ол кісі де осыны қолдады. Осы бұйымдарды, қолөнер бұйымдары, бұдан да басқа мен жаңа айтып отырмын ғой, ағаш шебері бар, біздерде тігін бұйымдарымен айналысатын шебер қыздарымыз бар. Бәрінің бұйымдарын, жақсы бұйымдарын жинақтап, бір әдіскерлік, тәжірибелік мұражай ашқымыз келіп отыр институттан. Ол енді институттың ішінде қазір кабинеттеріміз таршаңдау, дегенмен де болашақта Индира Таумышқызының бір жоспарлары болу керек, өзі соны құптады. Содан кейін сол мұражайдың жанынан енді бұны директорге айта қойған жоқпын, осы жерде айта кетейін, қасына бір шеберхана болса деп едім. Ол да кең, қазіргі заман талабына сай болып жасақталған шеберхана болса, оның ішінде осы ағаш шеберлерінің, тігін шеберлерінің жұмыс жасайтын бір орны болса деймін. Ол тек жұмыс жасап қоймайды, ол жерде біз жаңа білім сатысы оқуын өткіземіз ғой мұғалімдерге. Сол жерден жақсы мұғалімдер білімін алып кетеді, және ауылына барғасын, или қалада тұратындары бар. Мына Нұрқат Құсап ісін әрі қарай жалғастырады деп ойлаймын. Айтып кеттім ғой, манада осы Нұрқатты, мына шеберлеріміздің бәрін электр қылып басын жинақтап, бір жақсы шеберлер тобын құрғым келіп отыр. Мақсатыңызға жетіңіз. Рахмет. Ал енді Нұрқат мырза, мынау сіз бұйымдарыңызды қалай шабыт келгенде ғана жасайсыз ба, әлде үнемі жасап отырасыз ба? Ол енді мен бұны бала кезімнен жасаймын, бала кезімнен айналысам. Мына әкем де шебер болған, ата көрген оқ жонар дейді ғой. Әкем де шебер кісі, шешем де шебер кісі, шешем әлі күнге дейін бар. Мысалы, маған айтатын шешем, сен Нұрқат шебер болатыныңды бала кезден ақ еңбектеп жүргеніңнен білгенмін деп. Қазір айтып отырады ғой, мысалы, қолыңа қайшы түссе, үйдегі шашақтарды қиып тастайтынсың деп. Ал қайшы түспей, қолындағы қайшыны алып қойсақ, сол көрініп тұрған затты өре беретінсің деп. Тамаша екен. Енді бұл мен үнемі жасаймын десем де болады. Бұл затты, мысалы, бір нәрсені қолыма алып, осыны жасайым десем, мен енді артық айтпаған болар едім, тамақ жеуді ұмытып кетем деп. Мысалы, басқа затты ұмытып кетем. Мен мынаны жасап бастаған кезде мен басқа затқа ой бөлгім келмейді. Ой бөле де алмаймын. Жасаған сайын бір ләззат Жасаған сайын маған осы затымды бітірген кезде менің қарным сол кезде тоқ болады. Тамаша, керемет екен. Мынау оюларды өзіңіз оясыз ба, әлде дизайнеріңіз ба? Оюды мен негізі өзім мамандығым суретшімін. Суретшімін. Және де осы оюды өзім мысалы келтіріп, мысалы әр нәрсенің өзінің орны бар. Мысалы жаңа жан торсықтарға геометриялық ою, кәдімгі мына кереге басына ілетін торсық дейді, мына жерде төрімізде ілулі тұр. Бұған қошқар мүйіз көбіне салатыным, мүйізді оюлар. Негізі салатыным. Керемет екен. Мынау қасқырдың терісі, түлкінің терісі, сіз өзіңіз аңшы емессіз ба? Жоқ, енді мен аңшымен, аңшылықпен айналысып көргенім жоқ. Енді ілгерде білмеймін, енді айналыссам оған да ниетім жаман емес, бірақ айналысыма бар. Бірақ енді осы күнге дейін мен аңшылықпен айналысып көргем жоқ. Бұл заттарды енді мен сұраныспен ізденіп жүріп, басқа жақтардан алып келем, әкеліп береді. Мысалы, мына тұрған қасқыр, бұл мына Қаражанбас жақтағы шопандардың әкеліп берген қасқыры. Содан жасап өзім, мысалы, енді шикізат нелерді өзім тауып ала берем. Тауып аласыз. Кездескен Ал жерінен. сіз өз қаржыңызға аласыз кей кезде, дұрыс па? Әрине өз қаржым алам. Ал қаржыны немен орын толтырасыз? Немен орын толтырғанда, бұл затты жасап бітірсем, сол маған оның орын толғаны. Тамаша. Бір шаруаны бітірсем, мен үшін сол. Ал енді ізіңізден қуған шәкірттеріңіз бар ма? Әрине, енді шебер шәкіртсіз болмайды дейді. Менің шәкірттерім бар, өзім мектепте қызмет жасаймын. Мысалы, бағдарламаға сәйкес келіп жатса, тері өңдеу, жаңа қолөнер сабақтары болса, осыны қамшыны жасатып үйретіп, солай үйрете берем. Шәкірттеріңіздің саны көбейе берсін. Шәкірттерімде баршылық. Ондай болса керемет екен. Ал енді бағдарламаның соңында
көрермендерге қандай кеңестеріңіз бар? Мен айтар едім, осы бабалар мұрасын сақтап, әрі қарай дамытып, насихаттап жүрейік деп. Менен кейін Нұрқат енді іні болады ғой, бұл балдарды жалғастырып жатыр. Сонда мен бұл жаңағы айтып өткен торсықты не үшін керек дегенді айтайын деп отқаным, мен мысалға, мен өзім ойлаймын, өзім шұбат құйып, қымыз құймасам да, осы торсығым үйде тұрса, маған ырыс несібе келеді деген өзімде бір ниет болады да, соған қарай өзім жақсы сүйсініп қараймын. Қамшы да солай жаңа айтып өткен. Жаңағы қамшысы болу керек дегені, сол үйде бақсы деген сөзден шықты деп айтып кетті ғой. Сонда бақсылар осыны қазірде де пайдаланып отыр ғой. Біз өзіміз бақсы болмағанмен үйімізде жаңағы жын-періні қуады екен осы деп іліп қойсақ, ол да әрі құрмет дегеніміз қамшымызды. Әрбір бабалар қамшысын сақтап, әрі қарай ұрпақтан ұрпаққа келеді. Нұрхат Тұрланұлы, енді өзіңіздің пайдалы кеңесіңіз. Енді мен кеңесімді айтатын болсам, ол осы біздің мына қолөнер, қазақтың қолөнері, соның ішінде ұрпақтан ұрпаққа жалғасса, мысалы соны ұмытпасақ, бұны енді қазақтың қолөнерін жаңадан жасап шығару, басқа түрін жасап шығару мүмкін емес. Неге десең, бұл қазақтың қолөнері толық. Қазақтың қолөнері толық. Сол толық ертеден қалған қолөнерімізді жоғалтпай, ілгері сүйреп, ұрпақтан ұрпаққа жеткізсек соны. Сонысында мына осы соларды қастерлеп, өзіміздің қазақи бұйымдарымызды сөйтсек деп ойлаймын. Мақсатыңызға жетіңіз, өнеріңіз өрге жүрсін. Рахмет. Міне бүгін өте қуанышты күн. Бүгін ұстаздардың төл мерекесі. Екеуіңіз де ұстаздарсыздар. Сіздерді төл мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Еңбектеріңіздің жемісін көре беріңіздер. Үлкен керемет шәкірттерді тәрбиелей беріңіздер. Тек еңбектеріңіздің жемісін көріп жүре беріңіздер. Осы орайда бүкіл ұстаздар қауымын бір ауыз сөзбен құттықтап қойсаңыздар әбден болады. Құрметті ұстаздар, сіздерді төл мерекелеріңіз мұғалімдер күнімен құттықтаймын. Білім күші құдіретті, ол бар жерде үздіксіз даму үрдісі жүреді. Білім мен ғылым арқылы өркениет дамиды, мәдениет гүлденеді. Білім арқылы адам баласы өмірдегі өз жолын табады. Қадірлі ұстаздар, шәкірттеріңіздің құрметіне бөленіңіздер. Шығармашылық ізденістер, ғылыми жаңалықтарыңыз арта берсін, мерейлеріңіз үстем болсын. Біздің студиямызға келіп, пайдалы кеңестеріңізбен бөлісіп, мынандай керемет заттарыңызды алып келіп, біздің салт дәстүрімізді насихаттап жүргендеріңізге сіздерге көп алғысымызды білдіреміз. Осындай елімізді, жерімізді, осындай өнеріңізбен қуантып жүре беріңіздер. Ал қымбатты теледидар көрермендері, осымен біз бағдарламамызды тамамдаймыз. Пайдамызға жарар кәдеміз көп болсын. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.